арасындамыз. Қазақстанның бәйгіден чемпионатының кезекті іріктеу турнирі бүгін осы қалада өткізіліп жатыр. Сонымен міне өзіңіз көріп тұрғаныңызда жергілікті халықтың қарасы көп, яғни ұлттық спортты қолдауға келіп отыр. Сонымен бүгінгі жоспар әдеттегідей Құнан бәйге, топ бәйге және аламан бәйгеден жарыстар өткізілмек. Осындай көріністі бірге тамашалауға шақырамын. Көкшетау ипподромы қаладан 12 шақырым жердегі Красный Яр ауылында орналасқан. Шаһардан жырақта болғанымен күннің ыстығына қарамастан, бүгінгі дүлдүлдер түбірін тамашалауға жиналғандардың қарасы қалың. Жергілікті халық үшін бәйге мереке іспеттес. Шараның ашылу салтанатына әдеттегідей Көкшетау қаласы әкімі, ұлттық спорт қауымдастығы мен бәйгі федерациясының президенттері қатысты. Бұл ретте федерация Абай облысына өрттен кейінгі қолдау ретінде 1 миллион теңге бөлетінін хабарлады. Айтпақшы, осы жерде айта кетейік, осы оқиғаға байланысты тамыздың 5-інде Семейде өтеді деп жоспарланған чемпионаттың іріктеу кезеңі Павлодар қаласына өзгертілді. Достар, Көкшетау қаласында өткізіліп жатқан бәйгенің бір ерекшелігі жақында ғана біздің шығыс өңірінде Семейдегі үлкен алапат өрт болған еді. Соған байланысты мұнда жаңа қайырымдылыққа арнап арнайы жәшік ұйымдастырылды. Соған халық, осында келген азаматтар, яғни қаласа қайырымдылыққа қаржы да бөліп жатыр. Көкшетаудағы жарысқа қатысу үшін ел өңірлерінен 50-ден аса өтініш түскен. Чемпионатта Құнан бәйге, топ бәйге және аламан бәйге бойынша ат жарысы өтті. Ортақ жүлде қоры 20 миллион 900 мың теңге. Күннің көзі тамаша, қиыш, Көкшетаудың мына болмаса аттың басын шығарды, алаңнан шығып. Қаланың ішінде емес, кеңшілік қой кішкене. Ең бірінші бәйгеден бұрын соңды барып жүретін бетіміз осындай бәйгелерге. Енді ол кезде жасырақ болдық қой кішкене, бір адан жылы тағы болды ғой, онда да болдық. Сонымен Құнан бәйгенің нәтижелерін айтып өтейік. Тартысты жарыс болды. Бірінші орында Алматы облысынан келген Ділнұр Нұрмұқаш иеленді. Екінші орын жамбылдық Мырзахмет Шыныбекке тиді. Үшінші орынға Қарағанды өңірінен келген Мардан Жамболат жайғасты. Сонымен қатар Көкшетаудағы бәйгенің бір ерекшелігі, бұнда алғаш рет жорға жарысы өткізілмек. Ат өнерінің әдемі түрі жорға жарыс. Жылқының қазанаты мен тұлпары, арғымағы мен сәйгүлігінен кейінгі қазақтың ең бір жақсы көріп әнге, күйге арқау еткені осы жорғасы. Достар, міне жаңа ғана жорға жарыс аяқталып, оның жеңімпаздарын марапаттау салтанаты өткен болатын. Менің жанымда осы жарыс түрінен екінші орын иеленген Алия атты шабандоздар. Алия, қалайсыз, құтты болсын жеңісіңіз ең алдымен. Енді айтыңызшы, сізді осы арпа ішіндегі бір бидай ретінде, қыз бала ретінде көріп отырмыз. Жалпы жылқыға мінуге неше жастан бастап келдіңіз? Рахмет, мен атқа отырдым 11 жастан бастап. Жорға жарысты 3-ші рет шаптым. Петропавл қаласынан келдім. Неше жастасыз? 16 жастан. 16 жастасыз. Кім сізді жылқыға мінуге баулыды? Кім әкелді? Мен өзім келдім, ипподромға келіп, барлықтарын айтып келдім. Осыған дейін қандай жеңістерге, жетістіктерге жеттіңіз, сонымен бөліссеңіз? Жорға жарыста бірінші рет шапқанда бір болдым, енді екінші рет болдым. Жарыстың басқа түрлеріне қатысып көрген жоқсыз ба? Мысалы, бәйге, аламан бар, жаңқына? Бәйгеге шаптым. 3-ші болдым. Ал топ бәйгенің жүлде қоры 7 миллион 100 мың теңге болды. Бұл жарыста Алматы облысынан келген Бекзат Ділдахан оза шапты. Екінші орынды тағы да осы жақтың тумасы Ділнұр Нұрмұқаш алды. Ал үшінші болып қостанайлық Олжас Айтбай келді. Маған сіздің бүгін ту ұстап келгеніңіз қатты ұнап тұр, маған көрсетесіз бе? Не үшін алып келдіңіз сіз? Айтыңызшы. Шын патриотсыз ба? Ұнай ма сізге осындай шаралардың өтуі? Сол үшін сумкама сабы күшті. Есіміңіз кім сіздің? Қайдан келдіңіз? Алматыдан. Сіз мұнда бәйгеге ат қосып жатсыз ба? Қалай? Жоқ, жанкүйеріміз. Жанкүйер Алматыдан арнайылап келіп тұрсыз ба?
мүмкін емес. әр бәйгеден енді опыт дейді ғой, қазақша тәжірибе жинаймыз ғой. Қандай тәжірибе мысалы? Аттың шабысын көріп, дайындығын, етін, келесі бәйгеге қалай дейді, прогноз дейді ғой орысша. Прогноз жасаймыз. Жақсы, енді Павлодарда өтеді деп жатыр, барасыз ба? Бұйырса бос болсақ барамыз. Патриот жанкүйерлермен тілдесіп жатқанымызда ең тартысты жарыс. Аламан бәйгенің қатысушылары соңғы айналымды еңсеріп жатқанды. Сонымен мәре сызығын Жетісу облысынан келген Хамза Марланұлы бірінші болып кесіп өтті. Шабандоздың жасы небәрі 8-де. Ауқымды жарыстарға қатысып жүргеніне 2 жыл болған. Ат құлағында ойнайтын бүлдіршін әкесінің бапкер екенін айтты. Жеңіске жетелеген де осы. Әкесі мен ұлының үздік тактикасы. Бәйге чапқанына 2 жыл болған. 4 машина өткен, 30 миллиондай өткен. Қалай болды? Аламан деген, сен кішкентайсың ғой, 8 жастасың ғой. Ашлақтан шықтым да, нормальный отыр болдым. Соны отыр бөлімді, соғынға айналымды. Өзім темп создавать еттім. Анаяқтан темп создавать еттім. Соны Ислам деген бір жәке келді, соны анаяқтан екеуміз жабысып кеттік. Соны 500-дан бұғылған, соны 20 корпустай ұзақ кеттім. Содан 500-дан бұғылымды. Қамшылаттық, қамшылымалап кеттім. Ол мақтап, жұмық деяқтығы. Сонымен 4 машина өткен, бүгін 5 миллиондай өттім, олимпиад. Енді сен о ақшаны не істейсің? Сен уже байып кеттің ғой. Біздің атымыз қой, Жәкенің. Бірақ саған тиеді ғой. Сен сабақ оқисың ба, әлде көбірек жылқыға мінесің ба? Қасындағы тренерға рахмет айтамын. Енді келешекте не қайдағы қатысасың ба, қандай жеңістерге жеткің келеді сен? Америкаға бару арманым, Америкада гладкий скачкаға чабу арманым. Менің атым Қанат аға, мен осы федерация бәйгенің президентімін. Сен ең жас шабандоз екенсің ғой? Әкел бес. Арманыңа жеттің бе, жеткен жоқсың ба? Қой, арман көп болу керек қой. Мені бастабатсың ғой сен. Жоқ, уже сен 2-ші алып жатсың, білемін. Сен арманың қайда барасың? Америкаға барасың ба? Францияға барады онда көз. Одан Қазақстанға қайтасың ба сен? Қайтып келесің ба Францияға барып Америкаға? Қайтпайсың ба? Скачкаға чабу жүргенде. Осылайша Хамза Батыр жарыстың бас жүлдесі 5 миллион теңгені қанжығасына байлады. 2-ші орын шабандоз астаналық Исламнұр Ертөстің еншісіне тиді. Ал 3-ші орынға тағы да сол астаналық Асланбек Әбдіқал жайғасты. Айтпақшы, Хамза мінген жүйрік жылқы жұмыртұяқ қолтума. Яғни шетелден әкелінген асыл тұқымды сайгүліктен тараған. Тек Қазақстанның климаты мен жергілікті жағдайда жайылып өскен. Ерекшелігі сол болса керек, үнемі үздік шығады. Тұлпарлардың дүбіріне атойлаған жүректердің дүрсілі қосылғанда қазақтың кең даласы құлақ түреді. Бүгін міне біз сондай көріністің куәсі болдық. Ал чемпионаттың келесі іріктеу кезеңі еліміздің шығыс өңірінде тамыздың 5-інде Семей қаласында өткізілмек. Ендеше келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Достар, айтпақшы, бұл ретте Қазақстанда өтіп жатқан чемпионаттың қызықты тұстарын тамашалағыңыз келсе, сүйікті шабандоздарыңыз бен жүйріктеріңізге жанкүйер болғыңыз келсе, біздің Байболсын арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар.